Бүгінгі бізде Қазақстан тарихы бойынша сұрақтар қойылатын болады. Алдарыңызда отырған 9 сынып оқушылары Рахметжан Қажымұрат пен Мұхамедияров Шыңғыс. Алдарында орталарында ручка орналасқан, осы ручкаға кім алып үлгереді, сол сұрақтарға жауап беріп отырады. Ал олай болса, бастайық. Алғашқы сұрақ. Алаш және 300 партияларының ұқсастығы. 1917 жылы құрылған екен. Келесі сұрақ. Алаш партиясын құру жөніндегі съезд қабылданған. Бірінші съезд қабылданды. Бірінші съезд. Келесі. Алаш орда үкіметінде төраға болып сайланған. Бөкейханов. Ресей халықтары үшін туысқандық, теңдік және бостандық күні туды деп жазған. Шоқай. Жоқ. Бөкейхан. Келесі. Түркістан автономиясында алғашында министр, төраға және ішкі істер министрі болған. Тынышбаев. Түркістан автономиясында мемлекеттік дін деп жарияланған. Ислам. Түркістан автономиясында министр, төраға және ішкі істер министрі болған. Тынышбаевты алмастырған адам. Шоқай. Әрі қарай жалғастырайық. 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін жастар ұйымдары құрылған қалалар. Ақмола, Петропавл. Ақмола, Петропавл. 1917 жылы Омбыда құрылған 300 партиясына кірген тұлғалармен қоса съезд өткен мерзім. Шілде желтоқсан 300 геймі Айтбенов есімде болмады. 1917 жылы Жас Қазақ жастар ұйымы жұмыс істеген қала. Ақмола, дұрыс. 1917 жылы Талап ұйымы жұмыс істеген қала. Петропавл. 1917 жылы қазақ жастарының революцияшыл одағы құрылды. Орынборда. Қай жылы құрылғаны? Қай қалаларда құрылды? Ақмола, Петропавл. Жоқ. Келесі. 1917 жылы 17 наурызда Ташкентте құрылған ұйым. Ташкентте 300. Келесі. Әрі қарай сұрақтарды жалғастырайық. 1917 жылы 21-26 шілде аралығында Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде қаралған мәселе. Алаш партиясы құрылды. Дұрыс. Келесі. 1917 жылы 21-26 шілде аралығында жалпы қазақ съезі өткен қала. Түркістан. Орынбор қаласы. 1917 жылы 22 қарашада Ферғана хандығының Қоқан қаласында құрылды. Түркістан автономиясы. 1917 жылы Ақмолада құрылған Жас Қазақ ұйымдастырушы. Сәкен Сейфуллин. Әрі қарай жалғастырамыз. Алдарыңызда отырған Ережеп Ансар мен Бейбітұлы Нұрсұлтан. Енді алғашқы сұрақтар. 1917 жылы ақпан төңкерісі нәтижесінде елде орнаған үкімет. Келесі. 1917 жылы қазан төңкерісінің нәтижесі. Кеңестер билікке келді. Келесі. 1917-1918 жылдары қазақ, ұйғыр, орыс еңбекшілері арасындағы қатынастарды жақсартуға үлес қосқан қайраткер. Роза Бакиев. 1917-1920 жылдары Қазақстандағы саяси қозғалыстар. Алаш СССР. Одан әрі қарай 1917 жылы Әулие-Ата Меркеде құрылған ұйым қазақ жастарының революцияшыл одағын ұйымдастырған. Тұрар Рысқұлов. Әрі қарайға сұрақ. 1918 жылы Торғай облыстық кеңестер съезінің қаулысымен жабылған газет. Қазақ газеті. 1918 жылы Алаш партиясына қарсы белсенді күрес жүргізген партия. 300 партиясы. 1918 жылы 30 сәуірде жарияланған Түркістан АКСР-ның астанасы. Ташкент.
Келесі, 1918 бір-біріне қарсы ақпараттық соғыс ұйымдастырған партиялар. Алаш және 300 партия. Дұрыс. 1918 жылы көктемде көтерме бөлшек сауда жойылып, оның міндеттері азық комитетіне берілген облыстар. Семей, Ақмола. Семей, Ақмола. Әрі қарай сұрақтарға жауап беруді жалғастырамыз. Алдарыңызда Бейсенбай Нұрали мен Каппасова Дилера. Алғашқы сұрақ. Екінші жалпы қазақ съезі болған мерзім. 1917 желтоқсанда. 20 ғасырдың басында азаттық үшін күрескен ұлт қайраткерлері. Бөкейханов пен Байтұрсынов. Бөкейхан, Байтұрсынов. Алаш зиялыларының бірі. Аймауытов. Алаш партиясы бағдарламасындағы бөлім саны. 10. Алаш партиясы бағдарламасының жобасы жарияланған газет. Қазақ газеті. Әрі қарай сұрақтарды жалғастырайық. Алаш партиясы құрылған уақыт аралығы. Ақпан революциясы мен қазан көтерілісі аралығында. Келесі. Алашорда автономиясының орталығы болып жарияланған қала. Семей қаласы. 1918 жылы сәуір айында болған оқиға. Түркістан акциясы жарияланды. 1918 жылы сәуірде Ташкентте құрылған Түркістан автономиялық Кеңестік социалистік республикасының құрамына кірген облыстар. Жетісу және Сырдария облыстары. 1918 жылы сәуірде Түркістан өлкесі кеңестерінің 5-ші съезі шешімін құрылған Түркістан акциясы. Келесі. 1918 жылғы наурыздың 21 мен сәуірдің 3 аралығындағы кеңестердің Торғай облыстық 1-ші съезі болған қала. Ормор қаласы. Келесі. 800 майдангер солдаттар мен тыл жұмысына алынған қазақтар солдаттардың орыс мұсылман ұйымын ұйымдастырған жер. Сергиополь.